Сіздермен құрметті оқушылар, біздің бүгінгі 125 сабағымыздың тақырыбы ел ордасы елімнің. Шылау. Оқушылар, сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазыла кетуді ұмытпаңыздар. Сабағымызды бастайық. Сабақтың мақсаты: мәтіндегі негізгі ойды анықтай аламын. Сөз бен сөздің арасында келетін шылаулардың мәнін түсінемін, қалай жазылатынын білемін. 26-шы жаттығу: мәтінді оқы. Ертеде балалар елі деген бір ел болыпты. Алдарына қойған ешқандай мақсаты жоқ, жұпыны өмір сүріп жатқан көңілсіз ел екен. Сондай күндердің бір күнінде балалар елін бір патшаға бағындырып алады. Ол патшалықтың аты ойын екен. Ойын келісімен-ақ балалар елі бірден көңілденіп сала беріпті. Айнала айқай-шу, дыр-думан. Ертеден қара кешке дейін бар баланың білетін тек қана ойын. Уақыт өте келе балалар елі бірыңғай ойынға салды. Өмірдің барлық жағынан хабарсыз қалуға айналады. Есілдерді ойын билеген баланы көріп пе едіңіз? Мұндай бала тіпті тамақ ішу керектігін де ұмытып кетеді. Ата-аналары әрлі-берлі ақылдасып, көмекке еңбек, оқу, өнер, кітап, спортты шақырыпты. Сол-ақ екен, балалар елінің тіршілігіне жанданып қоя беріпті. Балаларға керекті көмекке келген бесеудің қайсысы бірінші болуы керек? Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Спорт пен өнердің маңызын айтып бер. Мәтіндегі шылауларды тап. Бұл шылаулармен қандай өзгешелігі бар? Бірінші, ол ойын мемлекетіне керегі оқу керек. Екінші, балаларды оқу, білім, өнер, спортқа баулу. Негізгі мәтіннің негізгі ойы. Өнер мен спорт адамға не үшін керек? Адамға спорт та, өнер де керек. Екі қабілетті меңгерген адамның тәні де, жаны да сау болады екен. Мәтіндегі шылаулар ақ, дейін, қана, пе, де деген шылаулар екен. Ережеге назар аударайық. Қой, ғой, қана, ақ шылаулары өздері қатысты сөздеріне өтініш, шектеу, даралау, тағы басқа мағыналар істейді. Қой, ғой шылауы өзіне қатысты сөзбен бірге сөйлемде баяндаушы болады. Мысалы, көрші үйге барып келе ғой. Маме, бабе, папе шылаулары өздері қатысты сөздерге сұраулық мағына үстейді. Мысалы, сен сабақ орындайсың ба? Рамалды көріп пе едіңіз? 27-ші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті шылауды қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Ол өз ойын бірден-ақ айтқан. Екінші, күн ашық па? 3, жер көктеді ме? 4, құстар туған жерге оралды ма? 28-ші жаттығу: бағанның екі жағындағы сөйлемдерді салыстыр. Сұраулық шылаулардың жазылуы туралы өзің қорытынды жаса. Бірінші қатарда кемеңе мақтанба, бір істі бастасаң аяқсыз тастама, ешқашан өтірік айтпа, кісіге қарап күлме. Бұл бірінші қатардағы ма, па, ме жалғау болып, етістікке жалғанып, болмыстық етістігін жасап тұр. Ал екінші қатардағы сен мына кітапты оқыдың ба? Сабақ басталды ма? Ол сабағын оқып па? Ол Айгүлді көріп пе? Екінші қатардағы ма, па, ме бұлар шылау болып тұрады. Жерде шыдау деп кетіп қапты, негізі шылау болып тұр. Себебі шылаулар бөлек жазылады, жалғаулар болса бірге жазылады екен. Яғни екеуінің айырмашылығы, біреуі сөзбен қосылып жазылса, шылаулар олар сөзбен қосылмай бөлек жазылады екен. 29-ші жаттығу: шылауларды салыстыр, әрқайсының ерекшелігін анықта. Мен, бен, пен шылаулары сөз бен сөзді байланыстырады. Да, де, та, те шылаулары сөзге демеулік мағына береді. Маме, папе, ме, пе шылаулары сұраулық мағына береді. Үшін туралы дейін септілік мағына береді. Қой, ғой, қана, ақ нақтылық мағына береді. Шығармашылық үзіліс. 30-ші жаттығу: жер су атауларын оларға тән нысандармен түйістіру арқылы жұмбақталған сөзді тауып оқы. Бізде нәтижесінде болашақ деген сөз шығады